Сәлеметсіздер. Құрметті пән мұғалімдері, сіздер бар ғой, мына үй жұмыстарын ерте баспаңыздар. Оқушылар мен ата-аналарға осындай сообщениелер келіп жатыр. Оларда үй жұмысы өткеннен кейін сызылып отырады. Мысалы үшін бүгін күн басталған жоқ, бірақ уже үй жұмысы сызықшамен орындалды деген шығып тұрды. Сондықтан сіздер мына күнделікте кіресіздер ғой, күнделікте үй тапсырмалары деген бар. Осыдан өздеріңіздің нелеріңізді қарап шығыңыздар, үй жұмыстарын орындалған, орындалмаған. Мысалы мыналарда міне берілмеді деп тұр, қызыл деген берілді деген сөз, бірақ орындалмады деген сөз. Мысалы 2 тамыздан бастап қарайтын, 2 қыркүйектен бастап 2 қазанға дейін бір айды қарайық. Мына айды қарайтын болсақ, міне орындалмағандар, берілген, бірақ орындалмаған. Мыналар міне аяқталғандар. Мынандай қызылдар болмау керек. Ашып қараңыздар. Қазақ әдебиеті 5Г, орыс әдебиеті 5Д, математика 6Ж, 9Д геометрия, 6Ә қазақ тілі. Мынандай қызыл болмау керек. Бұл өтіп кеткен күндердікі. Сондықтан олар орындалып тұру керек. Берілгендер орындалған, аяқталғандар дегенде қарап шықсаңыздар болды. Мысалы, үшіне аяқталмау керек. Мысалы, әлі күн болған жоқ. Қазанның алдыңғы аптасын алатын болсақ, мінекей 4-іне дейін алайықшы. 4-ін қарайтын болсаңыздар, ол кезде олар орындалмау керек та. Қарашын алып. Міне 4-ші қазан, мыналар уже аяқтап тастапты. Мынандайлар болмау керек, уақытында орындалу керек. Ол 4-ші қазан әлі болған жоқ. Сіздер уже есепті тексеріп, типа как бағасын қойып қойды деген сөз. Бұндай жағдай болмау керек.